Сәлем достар, бұл IT-дің табысы түлегі жобасы. Бүгін біздің кейіпкеріміз Хату түлегі Қазақстанның үздік маркетологтарының бірі Нұрбол Шыныбай. Қазір біз Нұрболдың жұмыс орнына келдік. Ендеше Нұрболдың өзімен танысып, көрісіп, тілдесіп қайтайық. Ендеше кеттік. Біз қазір Прометей IT компаниясының кеңсесіндеміз. Жалпы бұл компания немен айналысады және бұл жердегі сіздің негізгі міндетіңіз қандай? Прометей компаниясы бұл IT компания, электроник коммерция саласында сол бағытта жұмыс істейді. Яғни бізде платформа бар. Ол платформаның ішінде Wildberries, Kaspi, Озон секілді маркетплейстермен жұмыс істегісі келетін, немесе сол маркетплейстерда товар сататын адамдарға арналған платформа. Біздің платформада қазір 15 мыңдай товар бар. Сол товарлардың кез келген адамдар алып сата берсе болады. Яғни біз Қазақстандағы официальный поставщиктермен маркетплейстерде сауда жасайтын саудагерлердің арасындағы көпіріміз, агрегаторымыз деп айтсақ та болады, немесе маркетплейспіз деп айтамыз, әркім әрқалай енді. Бірақ қазір біз платформамыз деп айтамыз көбінесе. Жұмыс істеп келе жатқанымызға 1 жылға жуық уақыт болды. Қазір біз Озон маркетплейсінің, Сату-Кезет маркетплейсінің, Forte, Жусан деген компаниялардың ресми Қазақстандағы партнеріміз. Ал негізін қалаған партнерім екеуміз, Дәулет Батыр есімді жігіт, ол тоже сол мұхитта оқыған. И мен де мұхитта оқығам. Мен жауап беретін салалар бұл жақта маркетинг және продажа. Яғни осы біздің IT компанияны басқаларға таныту, брендингі, позициясы және адамдардың осы компанияға сенімін ұялатып, осы компанияға алып келіп, біздің платформаны қолдандыру былайша айтқан кезде. Ал әрмен қарай ол платформаны қалай қолданады, ол жердегі удобствосы қалай болады деген нәрселерді менің партнерім жауапты. Яғни ол жердегі поставщиктер, платформаның ішіндегі ыңғайлы болуы, біздің логистиканың дұрыс жұмыс істеп тұру деген нәрселерге ол жауапты болады. Менің жұмысым сол платформаға дейін клиентті әкелу, клиент келді, ақшасын төлеп тіркелді, болды. Осы жерде менің жұмысым бітеді деп айтсақ болады. Әрмен қарай уже партнерім айналысады. Жалпы осы компанияны ашқанға дейін сізде бір жол жүрілді, иә? Жалпы сол мансап жолыңыз туралы бізге кішкене айтып берсеңіз. Шамамен 2018-де басталған. Ол кезде мен сол IT-де екінші курс оқитын, екінші курсқа өткен кезім. Сол кезде ең бірінші SMM деген саламен танысып айналысып бастағам. Ол кезде Қазақстанға ол сала келмеген әлі. Сол кезде Қазына деген кітап үйі бар, әлі күнге дейін жұмыс істейді, қазақ тілінде кітап ұстап. Мен сол жақта ең бірінші SMM маманы болып жұмысқа тұрып, сол жақта тәжірибе жинадым. Одан кейін ол жақтан шығып, уже турагентство бар, адамдардың жеке брендімен айналыстым. Шыңғыс Мұхан деген кісі бар, мысалға, Гарвардты бітірген, бізде Шымкент қаласында әкімнің орынбасары болды. Қазір осы Алматыда ол жақтан жұмыстан шықты. Мазмұндама деген кітап шығаратын қор бар, сол қордың басшысы. Сол кісінің жеке брендімен айналыстым мен сол 3-ші курс, 2-ші курстың кездерінде. Одан кейін 9 ай бойы мен әйел психологтың жеке брендімен айналысып, соның атынан посттар жазған, бір 300-ге жоқ, 250-ге жоқ пост шығарғам. Әйел кісінің атынан 40 жаста, мен ол кезде өзім 2-ші курс, 3-ші курс оқитын студентпін. Одан кейін Тамаша деген телеарна болды, мен сол жақтында Инстаграм жүргізіп, брендингімен айналысқам. Сондай жобалар болды, турагентстволар болды, киім сататын дүкендер болды деген секілді. Солай келіп, 3-ші курстың кезінде мен Шонбай бизнес, Шонбай онлайнда жалпы ол кезде Мейірбек Бердібайұлы деген кісі бар. Сол Қуаныш мырзаның партнері. Сол кісінің жеке брендімен айналыстым. Ол жақта Инстаграмы, Ютубы, Телеграмы. Одан кейін біз ол кісінің карантин кезінде ол кісінің кітабын шығардық онлайн. Ол кітабын саттық карантин кезінде. Сондай жұмыстармен айналыстым. Одан кейін уже Шонбай бизнес скул деген жоба құрылды. Интернет маркетинг деген курс жасадық. Сол кезде маған ұсыныс болды, сол курстың полный методикасын жасау, бағдарламасын жасау деген. Мен сол жаққа кірістім. Сол интернет маркетинг деген курстың қандай сабақтар болу керек, ол сабақта қандай тапсырма болады, тапсырманы орындаса не болады, орындамаса не болады, ол адамдарды қалай бақылаймыз, қалай қадағалаймыз, қалай мотивация береміз деген секілді нәрселердің бәрін жасадық. И солай 1 жылда біз 14 мың адам оқыттық шамамен интернет маркетингке. Суммарын айтқан кезде 2 миллиард теңге жасалды оборот бұл жақта. И бұл қазіргі уақытта енді қазақ тіліндегі инфобизнесте ең үлкен выручка осы болып тұр, пока что. Солай осыдан кейін уже мен өзімнің жобаларыммен айналыстым. Біз Құран үйрететін біздің өзіміздің орталығымыз болған. Біз 1 жылдай сол жобамен айналыстық. 1 жылда тоже ол жақта да бір 8 мың ба, 10 мыңдай адам оқыттық. Точно саны есімде жоқ. Бірақ ең бірінші болып нарыққа соны алып келдік. Себебі оған дейін Құран үйрететін адамдар тегін үйретеді, немесе там 990 теңге тұратын. Біз нарыққа Құран оқуды үйрету 25 мың, 50 мың, 100 мың теңге деген бағаларды алып келдік. Қазір біз ол жобаны уже 1 жыл болды, тоқтатып қойдық. Бірақ қазір уже басқа компаниялар, біздің достарымыз солай Құран үйрететін орталықтар өздері жасап жатыр.
Вот солай, одан кейін уже біз осы тура бір жыл бұрын Промоти деген жоба басталды. Осылай бір жыл болды осы жақта жүрміз. Студент Нұрбол Шонбай онлайн бизнес мектебіне қалай келді? Ол жақта екінші курс оқыдыңыз ба? Ол кезде үшінші курс, карантиннен тура алды сол. Ол кезде қалай болды? Солай, мен Инстаграмда ол кезде сәл-сәл жүргізетін, SMM маманы ретінде, маркетолог ретінде, сосын маған жазды, сол Шонбай бизнес скулда жұмыс істейтін бір кісі. Осындай, Мейірбек мырзаның жеке брендпен айналысатын адам керек болып жатыр деп. Солай, хорошо деп келдім, Мәкеммен сөйлестік, келістік, солай жұмыс бастап кеттік. Біз жұмыс істегенге ровно бір ай болған күні карантин болып қаланы жауып тастады. Сол кезде ол кісі өзінің қаласына, мен өзім қалама қайтып кеттім. Екеуміз онлайн жұмыс істедік, бірақ екеумізден бөлек команда болды. Сол командамен онлайн басқарып отырдым, солай жұмыс істеп бастадық. Кейін уже карантиннен қайтып келген кезде Шонбай бизнес скулда интернет-маркетинг деген жоба басталып жатты да. Сол кезде маған жаңағы новый позицияны ұсынды. Осы жақта осы курс жасап көрсеңіз деп. Все хорошо деп соны бастап кеттік. Солай болды. Ал сабақпен ыңғайластыру қиын болған жоқ па? Жоқ, ол кезде қатты қиын болмады. Сабақ түске дейін болатын, көбінесе түстен кейін болатын ба, әйтеуір сол жартылай сол жақта, жартылай ана жақта жүретін да. Өйткені Мейірбек мырзамен мен келіскен кезде солай келісіп алғанбыз, онлайн істеймін деп, жартылай ғана келіп жүре аламын деп, себебі мен студент екенімді айтқам. Одан кейін уже карантиннен қайтып келген кезде сабақтардың бәрі онлайн болды да, ол кезде уже смело істей беруге болатын еді. Ал мына жақта біз бағанадан бері тауарларды соған көзіміз түсіп жүрді да, бұл тауарлар не үшін? Бұл сол біздің қазіргі Промоти платформасындағы поставщиктердің тауарлары, кейбіреуін ғана әкеліп қойғанбыз. Әртүрлі тауарлар, бұл жерде техникалар бар, үйге арналған заттар, бассейндар, неше түрлі. Осыларды адамдар алып өздерінің магазиндерінде сата берсе болады. Ойыншыққа дейін сатады ма? Жоқ, бұл ойыншық, бұл біздікі емес, негізі бірақ ойыншықтар бар бізде. Мынау бірақ біздің ойыншық емес. Керемет, рахмет. Инстаграм парақшаңыздан байқағанымыздай, осыдан бұрын мультикопирайтинг деген кітапшаңыз жарыққа шықты. Ол кітапша оқырмандарға жалпы не берді? Біз сол Шонбай бизнес скулда істеп жүрген кезде сол интернет-маркетинг деген курс жасадым, и плюс копирайтинг деген бөлім бойынша сабақ берген болатын. Сол кезде байқағаным, бұл енді мәтін жазу және сататын мәтін жазу деген үлкен проблема. Көп адамдарға жетпейтін қабілет және интернет-маркетингтағы өте маңызды бөлімдердің бірі. Себебі мәтін болмаса ешқандай құралды қолданғанның пайдасы жоқ. Сол үшін осындай проблеманың бар екенін біліп, өзімнің қолданып жүрген формулаларын, техникаларының барлығын сол кітапшаның ішіне жазып берген. И солай адамдар соны алып, өздерінің мәтін жаза алу қабілеттерін дамытты деп айтсақ болады. Сондай пайдасы тиді. Сату арқылы тоже табыс. Иә, әрине. Жақсы, түсінікті. Бізде жобаның аты табысы тілек деп аталғаннан кейін бізге жаңағы тілектердің айына қанша табыс табатыны қызықты. Егер құпия болмаса, шамамен айтып кетсеңіз. Негізі андай сөз бар ғой, қыздың жасын сұрамайды, жігіттің табысын сұрамайды деген. Тура сол секілді бізде просто именно мен қазір Промоти компаниясында ғана жұмыс істейтін болғаннан кейін біз ол жақта NDA договор деген нәрсе бар. Яғни біз өзіміздің табысымыз туралы, ол жақтағы өзіміздің долямыз туралы ештеңе айта алмаймыз. Сондықтан ол туралы айта алмаймын, бірақ енді өзіме жүріп тұруға жетеді. Шетелдерге саяхаттауға, қалаған елдерге барып, қыдыруға да жұмыс бабымен де бара аламыз. Және қаланың ішінде де қалаған жерге барып, қалаған адамдармен араласып, қалаған киімді киюге жететіндей табыс деп айтуға болады. Жақсы, керемет. Табысты тілек атану үшін қажет 3 қабілет. Ол жерде қабілеттер енді адамның өзіне қарай болуы да мүмкін әркез әрқалай, бірақ менің ойымша біріншісі ол өзіңнің жақсы көретін ісіңді табу. Себебі өзіңнің жақсы көретін ісіңді таппасаң болды, басқа нәрсе істеудің қажеті жоқ. Себебі мен мысалы қаншама кәсіпкер достарым, қыздар, жігіттер бар айналысып жүрген. И көбінесе номері бірінші болатын адамдар, олар сол өз үшін шынымен жақсы көріп істейтіндер, сол салада номері 1 болады. Сондықтан ол ең бірінші нәрсе, әрмен қарай уже еңбек ету, реально орысша айтқан кезде пахать ету керек. Азаннан кешке дейін, өйткені ол жұмыс саған өзіңе ұнаса, саған ол жұмыс істеп жатқаның білінбейді. Негізі шынымен просто бір ойнап жүрген сияқты болып көрінеді. Сол нәрсе, одан үшінші көп іздену керек. Себебі қазір жаһандану өте тез дамып жатыр. Әлем ChatGPT-дің өзі әлемді қалай төңкеріп тастап. Сондықтан ондай кезде біз адамдармен емес, тек қана біз қазіргі жасанды интеллекттің өзімен конкуренцияға түсіп жатырмыз. Сондықтан тек іздену керек, көп ақпарат оқу керек, көп білу керек. Әйтпесе біз артта қалып қоямыз.
Нұрбол, сіздің сұхбатқа келіскеніңіз үшін сізге мыңда бір алғыс. Сізге ары қарай табысыңыздың арта беруін тілейміз. Сізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет, сәттілік.